Салем, достар! Добро пожаловать на наш канал. Это Айкерим, и мы сегодня поговорим о том, что важно для каждого человека о счастье. Что такое счастье? Почему у каждого оно свое? Иногда мы ищем его где-то далеко, а оно рядом, в простых вещах. Давай вместе попробуем почувствовать, что такое быть по-настоящему счастливым. Бақыт деген не? Бұл сұрақты әр адам өзіне бір рет болса да қойған шығар. Біреу үшін бақыт байлық, біреу үшін отбасы, ал енді біреу үшін денсаулық пен тыныш өмір. Шындығында бақыт үлкен нәрсе емес. Бақыт күн сайынғы кішкентай қуаныштар. Таңертең жылыс шай ішу, күннің шығуын көру, жақсы сөз есту, сүйікті адаммен сөйлесу, міне нағыз бақыт осы. Кейде біз бақытты алыстан іздейміз. Бақыт кейін келеді деп ойлаймыз. Оқуды бітірсем, жақсы жұмыс тапсам, ақша көп болса, бірақ бақыт қазір, ол дәл осы сәтте бар. Адамның жүрегі таза болса, ойы жақсы болса, ол бақытты адам. Себебі бақыт ішкі күй. Оны сатып ала алмайсың, бірақ сезіне аласың. Бақытты болу үшін үлкен себеп керек емес. Тек алғыс айту, күлімдеу және айналаңа мейіріммен қарау жеткілікті. Егер сен біреуге көмектессең, жақсы сөз айтсаң, ол да бақыт. Кейде өмір қиын, кейде көңіл түседі. Бірақ сол сәтте де кішкентай жақсылықты көруге тырыс. Күннің жылуын, баланың күлкісін, достың қамқорлығын сез. Міне, өмірдің сұлулығы сонда. Бақыт өзіңді жақсы көруден басталады. Егер өзіңе қамқор болсаң, басқаларға да жылу бере аласың. Бақыт алыстан келетін қонақ емес, ол сенің жүрегіңде. Тек оны көруге, сезуге үйрену керек. Бүгін күлімде, рахмет айт, жақсылық жаса. Міне, сен бақыттысың.